Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Сіздермен мен Гүлзада. Сіздермен кешкі керемет тойымды аспен бөліскім келеді. Ол үшін електен өткізілген ұнды салып, үстінен бір дана жұмыртқа, бір шай қасық тұз, бір шай қасық ас содасын және бөлме температурасына тұрған айранды құйып, араластырып, жақсылап қамыр илеп аласыздар. Құрметті көрермендер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, мен үшін ол өте маңызды. Менің каналымда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Қамыр дайын, өте жұмсақ. Қамыр иленді. Қамырымызды пакетке салып, тыңдырып қоямыз. Арасында иін қандырып илеп қойсаңыздар болады. Мен еттің жылқы етін алдым. Сіздер кез келген етті пайдалансақ болады. Етті осылай ұсақтап турап алдым. Бейнедегідей етіп турайсыздар. Келесіде пияз. Пиязды да қатты майдаламадым. Осылай төрт бұрыштығып турадым. Пиязбен асымыз өте дәмді болады. Молырақ қоса берсеңіздер де болады. Кезек сәбізді ортасынан бөліп, көріп тұрғандарыңыздай төрт бұрыштығып турап аламыз. Картошкамызды турап аламыз. Барлығын турап, дайындап аламыз. Енді қазанымызды отқа қойып, майды құйып, қыздырамыз. Қызған майға етімізді салып, жоғары отта қуырамыз. Пиязымызды салып, пиязбен етті араластырып, жоғары отта қуыратын боламыз. Менің YouTube каналымда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Тіркеліп алсаңыздар, мен үшін өте маңызды. Сәбізімізді қосып араластырамыз. Бір минуттай қуырып аламыз. Енді картошкамызды саламыз. Картошканы араластырып, сосын бір ас қасық томат, жақсылап бәрін араластырамыз. Күздің күні дайындалған менде көкөністерден жасалған салмам бар. Ішінде барлық көкөністері бар. Соны қостым. Өте дәмді болады. Кез келген тағамға қоссаңыздар болады. Бәрін араластырып, үстіне салқын су құямыз. Салқын су құйып, қайнатсаңыздар еттеріңіз жұмсақ болады. Араластырып, тұз бұрышын дәміне қарай қосасыздар. Қазанымыздың бетін жауып, орташа отта пісіреміз. Енді иығанып тұрған қамырымызды үстіне ұн сеуіп, жақсылап жаямыз, үстінен басып. Иығанған қамыр өте әдемі жайылатын болады. Осылай жұқа етіп біркелкіп жайып аламыз. Үстіне сұйық майды мен қолмен жақтым, барлық және біркелкі жағылу үшін. Біркелкі жағып аламыз осылай. Менің арнамды қай қаладан көріп отырсыздар? Комментарияға жаза кетіңіздер. Мен үшін өте маңызды. Көріп тұрғандарыңыздай етіп ораймыз. Біркелкі етіп. Енді қамырымызды қазір кесетін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай етіп кестік. Қамырды мен
айранмен еледім. Кейде бұны ашытып пісірсе де болады. Кесілген қамырымызды ортасынан басып осылай үстен басамыз. Сорпаға түскен кезде ашылып кетпейтіндей болады. Сорпаға түскенде сініп әдемі болып пісетін болады. Осылай бәрін дайындап аламыз. Қайнап тұрған сорпамызды, дайын болған қамырымызды бір келкі қылып орналастырып шығамыз. Барлық қамырымызды орналастырып, қазанның бетін жауып 30 минутта пісіреміз. Буға пісетін болады. Қамырымыз дайын, тамағымыз, кешкі асымыз. Өте дәмді, тойымды кешкі асымыз дайын болды. Тарелкаға жақсылап орналастырып, енді етіне салмасын әдемелеп саламыз. Бетіне көксін шөпті сеуіп, дастарханға ұсынасыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Өте дәмді жасауға кеңес беремін.